жақында қала аумағында орын алған оқиға кезінде 13 жасар қыз балаға қатысты құқыққа қарсы әрекетке тосқауыл қойып, оның өмірі мен қауіпсіздігі қорғалды. Осындай сын-сәтте бей-жай қалмай батылдық танытып, қауіптің алдын алған азаматтың әрекеті шынайы ерліктің үлгісі деп айтуға болады. Полиция мен халық бірге болды. Қоғамда болып жатқан кез келген осындай әсіресе жасөспірімдердің қауіпсіздігіне, өміріне, денсаулығына қол сұққан азаматтар олар қатаң түрде жазаланады. Қоғам тыныштығы тек құқық қорғау органдарының емес, барша азаматтардың ортақ жауапкершілігі. Сіз осы жауапкершілікті терең сезініп, нақты ісіңізбен іс жүзінде дәлелдеңіз. Сізге ішкі істер министрі, полиция генерал-лейтенанты Ержан Сапарбекұлының атынан және осы Жамбыл облысы полиция департаменті жеке құрамының атынан шынайы алғысымызды білдіреміз. Бүгін міне полиция облысының басшысы мені құттықтап, шын жүректен марапаттады, алғысын білдірді. Мемлекеттің атынан, өзінің атынан алғысын білдірді. Бұны ерлік деп санамаймын. Бұны әр азамат істеу керек, міндетті нәрсе.